Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біздер мемлекеттік тапсырыстар порталынан лоттарды қарап үйренеміз. Лоттарды қарау үшін бізге ецепмен кіріп керек емес. Ецепмен кіріп те қарауға болады, я кірмей де қарауға болады. Мемлекеттік тапсырыстар порталын ашасыздар. gosokop.gov.kz адресі міне. Одан кейін закупки деген жерден поиск лотов деп таңдайсыздар. Расширенный поиск дейміз, место поставки деп Атырау облысын таңдайсыздар. Айтта кеттім, сіздер тек қана Атыраумен емес, бүкіл Қазақстанның кез келген лотына түсе аласыздар. Одан кейін способ закупки таңдаймыз. Закупка по государственному социальному заказу дегеннің қасына птичка қоямыз. Одан кейін финансовый год дегенге 2020 деп қоямыз. Найти дейміз одан кейін. Міне, бізде Атырау облысы бойынша мемлекеттік органдардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстары шықты. Мына жерде наименование жазылып тұрады, заказчик тұрады астында. Мында управление координации занятости социальных программ Атырауской области шығарған. Мына жерде номер лоты, мына жерде наименование описания лота, услуги организации мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа. Одан кейін количество біреу, количество лот. Одан кейін сумма лота 2 520 000, способ закупки госзаказ, закупка по государственному социальному заказу, статус опубликован прием заявок. Статус опубликован прием заявок деген сөз, яғни хабарландыру жарияланды, құжат тапсыра беруге болады деген сөз, заявка тапсыра беруге. Ал рассмотрение заявок деген, яғни бұл лоттың уақыты бітті, келіп түскен құжаттарды, өтінімдерді қарастырып жатыр деген сөз. Сіздер опубликован прием заявок немесе опубликован дегендерді ғана қарай аласыздар. Закупка состоялась деген сөз, мына жерде, например, закупка состоялась деген ол уже лот жүзеге асырылып жатыр деген сөз. Енді егер де сіздерге осы лот қызықтырса, бізде әрине пока тек қана 2 лот шығып тұр екен. Біреуі міне управление координации занятости социальных программ Атырауской области, екінші лот Қызылқоға облысының ішкі саясат бөлімінен шығып тұр. Егер сіздер Қызылқоға облысы қажет емес болса, сіз егер де осы лоттардың екеуінің біреуі қызықтырса, түсе аласыздар. Әзірге тек қана 2 лот шығып тұр. Сіздер енді өздеріңіздің бағыттарыңызға қарай түсесіздер. Егер сіздер бағыттарыңыз молодежный политика болса, яғни жастармен жұмыс, жастардың лотына түсесіз, немесе ұстарыңызда бірнеше бағытты қамтитын болса,